Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін үй шараятында қолайлы һәм жеңіл кететін мороженеді істеп көрсетемін. Маған ұқсап, көп етіп істеп қойып морозға сап қойсаңыз, 3-4 күн жеуі анық. Ең бірінші мейвелерімізді майдалап, турап, езіп алудан бастаймыз. Мен клубникалы һәм бананды қылдым. Бананды вилкада езіп, клубниканы қолда майдалап алдым. Кейін қаймақты молокоменен жақсылап миксерде араластырып аламыз. Кейін екіге бөлдім. Біреуі бананлы, біреуі клубникалы қылдым. Егер сіз қаласаңыз, екеуін де араластырсаңыз болады. Бананлыға азғандай вареный молоко қостым, дәмі басқаша болады. Кейін және азғантай құры мейвенің өзінен істегім келді. Клубника мен бананды морозкеде 3 сағат мұзлатып алып, азғандай молоко қосып, 1 кесадай сүт құйдым. Кейін шоперде езіп, сұйық халға келгендегіше айландырып алдым. Қаласаңыз, блендердан да пайдалансаңыз болады. Кейін қызлар, осы ең кейін істеген мороженем бар ғой, клубника, банан, сүт. Соған сүтті сәл көптеу қылып жіберсеңіз, коктейль қылып ішсеңіз де болады. Мұз қылып, ода да мұз қылып қоясыз мейвені. Таяр болған мороженеларымызды кемінде морозкеде 4-5 сағат тұру керек. Таяр болған мороженеларымызды өздеріңіз қалегенше безесеңіз болады. Мен осылай безедім деп, балаларыңыз, шаңырақ ағзаларыңызбен әзіп жесеңіз болады. Сіздерге пайдам тиген болса, шыдайым қуаныштымын. Қармаса қызыңызда әжайып һәм аңсат рецептлер. Бізден сақласпаң.